Футбол әлемдегі нөмірі бірінші спорт түрлерінің бірі. Оны лық толған стадиондар мен тікелей көрсетілімді асыға күтетін көрермен санынан ақ байқауға болады. Қазір елімізде баласының осы спорт түрімен айналысқанын қалайтын ата-ана көбейген. Ал футбол өрендерге не береді? Қандай қырларын дамытады? Жалпы пайдасы қандай? Бүгін осы туралы айтамыз. Футбол елімізде қарқынды дамып келеді, себебі бұл спорт қазір сәнге айналып. Бүгінде ата-аналар баласын 3-4 жастан бастап үйірмеге беруге асығады. Алайда 5 жасқа дейін оны арнайы үйірмеге жіберудің қажеті жоқ. Себебі бүлдіршін ойын ережесін жетік түсіне алмай, жарақат алу қаупі жоғары дейді мамандар. Ол ата-анаға байланысты, бірінші балаларға байланысты, ойнай ала ма, ойнай алмай ма. Ең младший возраст, кішкентай возраст 2017 жылғы балалардан набор жасаймыз.